Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, 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 ai. Oh, oh, oh. Ai, berekelde. Ары қарай биімізді жалғастырамыз. Көңілдірек қалеге ардақ ағайын. Жаным маған дарасың, қорып сезім қаласын, теңебедім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласын, емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Ардақтайтын алашым, аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған дарашың. Ата-анамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын, келін болар деп жүрсем, мақтан кетер анашым. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Дәл өзіңдей бағылдым. Құрметті ханымдар мен мырзалар, төрт көзіміз түгел дастархан басына жайлам жайғасып отырсақ, бізде қазір осындай керемет медеттің туған інісі, өзінің артынан еріп келатқан, жалпы айтқанда үйдің егесі осы кісі ғой. Мама, үйдің егесі осы кісі ғой. Сондықтан енді домбыра ұстағанында енді бөлек болып тұр. Сондықтан қазір кезекті берейік. Әсеттің күйіне шапалақтай алмай соғайық. Әсет бір күй тартып берем деп тұр. Сондықтан Әсеге дайын болсаңыз, сізге микрофонды қояйын, отырып алыңыз. Бұл кісі тұрып тартпайым деп тұр ғой.
Рахмет. Асекеңе шапалақ қошемет бар ма? О. Түк шіркін Әсетжан. Мана ақшам бәр жиналып қалды ғой саған. Бір домбыра тартпай тұр екенсің ғой. Ой, рахмет. Шапалақ қошеметтеріңіз аямаңыздар. Әсеттей осы ұлдың кішкентай ұлы мәсі ананың артынан, балалардың бәрі ананың артынан кетіп барады. Әсет, кел, Әсет. Ақша берейін деп отыр тағы да, келе ғой. Рахмет. Ал, құрметті ханымдар мен мырзалар, осындай екінші шай дастарханымыздың басын бастап беретін көршілер мен жұмыстастар дейді. Шапалақ қошеметтен біз Табылды ағамыз бен Сәуле жеңгеміз бар. Лаура, Бақытжан және де Эльмира, Қадырбек және де Айнаш қайыр келді, және де бізде Есен келді, және де Ерлан Амангелді атты қонақтарым шақырамыз. Келіңіздер. Қайда? Көршілер мен коллективтер қайда? Аялып қолымдағы басындағы бағымды өшірмеші. Сұлу қыздар көп шығар Түк шіркін. Көршілер, коллективтер. Ал сен ареген алсын, саған халық илансын, саған қолы жете алмай бәрі. Ой, рахмет. Бұл жерде енді папамыздың құрдастары да бар ғой. Бар ма? Уа. Бір қатарға тұра қалайық. Бір үйден бір адам сөйлесе жарайды. Еркектер сөйлеп, әйелдер қосылсын, болмаса әйелдер сөйлеп, еркектер қосылсын. Кім үйде бастық, сол сөйлесін деген сияқты ғой. Ал енді құрмет, тойларың құтты болсын, ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндесін. Бір балалары екі бала қуанып атсындар, ұзағынан болсын. Балдар бақытты болсын, аңсаған армандарын жетсін. Ал енді құрметті қонақтар, бәріңізде қош келесіңдер. Осыдан көптен күткен қуаныш бүгін мәресіне жетіп жатыр деймін. Ал енді бүгін Гүлзада, құрмет Гүлзада, Зілиха апа, қуаныштарың құтты болсын. Ғабит аға сізге де, Ғариполла бәріңізге де, жанұяңызға бүгін осы келін түсіп жатыр. Ал енді не айтайын? Осы біздер бір айдан бері, 2 айдан бері осы әзірленіп, құрметтің тойына келеміз деп баласына бірге оқыдық, бірге жүрдік. Сондай әзірленіп, өзіміз осы кеше, осы 23 күні пойыздан түсіп, құрмет қарсы алып, үйінде қонақ болып, 2-ші күні құда қарсы алып, құдалықта болып, бүгін міне тойға жетіп отырық бәрімізде. Қош келесіңдер. Олай болса, енді 2 жасқа келетін болсам, балдарым бақытты болыңдар. Бақыт тілеймін. Ал мен де сен білесің, мен папаң досымын. Кішкентай күнінен бірге жүрдік, бірге оқыдық, армияға бірге кеттік, бірге болдық, қайтып келдік, қуанышта келіп тұрмыз міне. Ал енді айналайын келінжан, бақытты болыңдар міне. Құрмет пен Гүлзада ата енеңді әрқашанда сыйлай деймін. Үлкен әжеңді сыйлай біл айналайында. Мана үлкен кісілер жақсы тос айтып отыр. Сол тосқа қосыламын, артық кетпеймін. Бізден соның үлкен кісілердің аяғын басып жатқан үлкен кісім, жасымыз 50-ге болып қалды енді. Ортасы билеуде ыңғайсыз екен, жастарға қарап. Ыңғайсыз орнымыз уже үлкейген екенбіз. Ал енді бақытты болыңдар. Өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Ешқашанда ауырмаңдар. Әрқашанда екі жақтың ата-анасына сыйлы болып, жақсы семья болып отыра беріңдер. Әрқашанда құрметпен Гүлзаданы қуанта біліңдер деймін. Ал енді мына жерде мына осы құрдастарым, мына жерде Астанаға көшіп келген Айнаш құрдасым Қадырбек. Мына жерде бәрі осы құрдастарымыз. Олай болса, екі жастың бақыт үшін бәрімізде енді әрқашанда басымызды иеміз. Ал енді не айтайын енді? Ал енді Гүлзада құрмет сен білесің ғой енді. Осы жерде айтылмағанда қай уақытта айтылады деймін. Екеуміз армияға барып, ту алысқа Чукоткаға бардық біздер. Сол жерге екеуміз бірге түсіп, сол жерде бір катени өртеніп, екеуміздің сол кезде бірге жатып, дос болып, екеуміз сол кезде достығымызды білдірдік.
Ал енді әрқашанда адам өзінің жүрегінде тұрған сезімін айта жеткізе білу керек. Енді достығымыз шексіз. Үлкен кісілер, бәріңізде аман отырыңыздар. Мына келіп жатқан жақын жуықтары, медеттің құрдастары, Жаңғадан, біздің Жаңғадан жастар келді. Міне жастар, біздің Жаңғадан жастар келді. Біздермен ілесіп келмегенмен бірге келді. Міне, рахмет бәріңізде. Бәрімізде ат салысып, осы тойға келіп жатыр. Олай болса, екі жасын бақыт үшін қымызымызды ішіп, әрқашанда осылай дастарханда тек жақсылықпен отыра берек. Шашуымыз ақшалай. Ой, рахмет. Ағаны не өртенді дедіңіз? Қатені өртенді. Ол өртенбесе дос болмайтын ба едіңіз? Сіз қате түстіңіз. Біз армияға бардық. Екеуміз армияға барғаннан кейін сол кезде қатені өртеніп, орыстың арасынан екеуміз бөлініп, бірге жатып, достығымыз ұласып, әрқашанда осылай дос болып келатыр. Бәсе, біз бүйт түсін тұр ғой, екеуі бір өрте жүріп, сосын кімнен көрерін білмей дос болып кеткен бады. Сондықтан енді не өртенсе өртене берсін, тек қана достықтарыңыз өртенбесін. Мәңгі бақи бірге қол ұстасып жүре беріңіздер. Осындай ағаларымыздан айналамыз біз енді. Әкеміздің достары, нағыз достар. Ол армиядағы достар, ол шынымен дос. Қанша таяқты көрдіңіздер ғой? Ұрдыңыздар ма, әлде ұрғыздыңыздар ма? Жақсы, ол жағы түсінікті. Кім енді? Давайте, қысы апаларымызға берейік, Ал енді құрметті тойшы қауым, біздің Жайнаған Жаңаталаптың көп жастардан келіп отқан әжелеріміз, үлкен жолды бастап келіп болған Күләш апа, қадамдарыңыз құтты болсын. Қонысбай құда, Бейбінұр, қош келіп жатсыздар. Сіздер бізге бөтен емессіздер, жамбыл тұрғанда. Енді Сағдуллақа, нағашы жұрты құтты болсын. Бәріңізге де Зылиқа апа, Гүлзада, Медет, құрмет, енді бәріңе де аман болыңдар, қолдарыңа қондырып атқан құстарың бақытты болсын. Елдің баласы, елдің адамы, сіздердің үміттеріңізді ақтайды деп мен айта аламын, ұялмай. Осы балдардың ұзағынан болсын. Кешеде құдалыққа шақырып атсындар. Гүлзада, құрмет, рахмет басым дейім. Бізде жұмыста болып түрлі себептермен келе алмадық. Рахмет сыйластықтарыңызға. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал үйімізге қош келдіңдер, шай ішіп кетуге болады, қонуға болады. Жайнаған Жаңаталаптың кісілеріменен Астананың халқы фотоға түсулеріңіз сұраймын содан кейін. Ренжімесеңіздер. Құда қайырлы қадамдарыңыз болсын, ұзағынан болсын. Ұтып болсын. Зылиқа апа, құрмет, құтты қуаныш болсын. Арқасында ұзақ қуаныш бола берсін. Құдалар гүл өтсін гүлдерім. Мана айтып алады досы, көсіп нағайып, төтілікке қосылан, балдар бақытты болсын, бақыттың ішінде бәрі жоқ. Досын далғайды оқыған президент. Мен бір-екі ауыз сөз айтып берейін. Құрметті қонақтар, құдағайлар қош келіп жатсыңдар, қадамдарына гүл бітсін. Енді жаңадан бір айтып жатыр, біздер құрметпен есен келді, Айнаш, мен үшеуміз 8 жыл бірге оқыған класстаспыз. Оралдан келіп, Жаңғала ауданынан келіп отырмыз. Енді бәріне белгілі, тойға оласын, ұзағынан болсын, тек жақсылық көрек, артынан тағы да той бола жатады, балдарын үйленіп келеміз. Құтты болсын, аман болыңдар, барлықтарына денсаулық тілеймін. Мына 2 жас Медет Надежда заң некелерін құтты болсын. Медеттені кішкентайынан талай мен фотоға түсіріп, талай білетін, өзім жақсы көретін бала. Құтты болсын тойын енді, той қыласын енді. Шашым ақшалай. Ал енді мен бір ауыз сөзім ұтып көтердім. Ертең құдағайлар, мына құдалар ренжіп жүр, қайырға бәрін айтқанда бізде құдалар қадамдарын гүлге бітсін. Әрқашанда осылай араласып, құраласып, 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болыңдар деймін. Алла қаласа. Алла. Ой, рахмет. Бізде енді қосыламыз деп тұр, қосылған енді дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені ағаларымыз біраз тарихты айтты, және де көршілердің атынан да сөйледік. Енді той иелерін ортаға алайық та, күштілеп тұрып бір суретке түсіп алайық, солайсыз. Келіңіздер. Енді біз құрметті ханымдар мен мырзалар, осы Яссы мейрамханасының өздерінің кәдімгі ешқандай мейрамханада жоқ
фирменный блюдасын ортаға алдырғымыз келіп отыр. Екінші ыстық тағам қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Сіздер үшін бәрі. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekends ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pareja porque ella le gusta la gasolina. What you say? Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. What you say? Dame más gasolina. Ой, рахмет. Рахмет. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, меруерт қыздарыңызды қазір ортаға шақырайын. Сіздерді осында отырған қонақтарды әммен тербейтін алдарыңызда сұлу да сымбатты меруерт қыздарыңыз. Маэстро, музыку. Өзіңмен арыстың бойында
Қазақстан эстрадасының болашақ жұлдыздарының бірі Меруерт қыздарыңызға қол соғып қойыңыздар. Не деген дауыс, не деген әдемі қыз. Рахмет. Ал, дастархан басына отырайық, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ақ дастархан басына жайланыңыздар, жайғасыңыздар. Біз керемет кешіміздермен қарай жалғастырайық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен қазір сіздермен ойын ойнағым келіп отыр. Бұл ойын енді қатты қиын емес. Орныңызда отырып, қолыңызды көтересіз. Біз қойған кино фильмдердің саундтректерін тапсаңыз, біз сізге сыйлық апарып береміз. Келістік қой? Өте қатты қиын емес. Тек киноны білесіз, қолыңызды көтересіз, жауап бересіз, мен сыйлық апарып берем. Дайынбыз ғой? Олай болса, бірінші кинофильм. Кеттік. Kalbin işine bak, yüzüne Қандай кино? bakamaz. Кәне? Ва! Енді бұл кісіге, бұндай әдемі қызға сыйлықты апарып бересем, ұят болып қалуы мүмкін. Сондықтан ортаға билеткізіп шығарғым келіп отыр. Маэстро музыку, келіңіз. Olamayın desem de, sensiz Stop, stop. vakit geçer. И, кет! О! Поддержка қайда, шапалақ қайда? Вау! Ой-бой! О! Әсі. Сіз тұрмысқа шыққансыз ба? Тұрмысқа шықпағансыз ба? Онда сізге керемет бір сыйлық бергім келіп отыр. Бұл сізге тұрмысқа шыққанда қажет болады деп ойлаймын. Қазір тағып алсаңыз болады. Аха. Қандай кино? Deniz. Түк шіркен, Дениз дейді. Дұрыс па? Бұл Денизді декретке көп шыққан әйелдер көрген. Неге десеңіздер, Қазақстан тарихында ең ұзақ болған телесериал ғой, дұрыс па? Сондықтан енді біздің қызда көрген деп ойлаймыз. Сондықтан сыйлығыңыз құтты болсын. Осындай кухняда өзіңіздің еріңізге тамақ дайындайтын бір осы тойдан болсын, болмаса тамадаға болса, қараңыз, байқайсыз өзіңіз. Шапалақ қошеметтеріңіз. Аямаңыздар. О, кет. Келесі кинофильм. Мынау қандай кино? О, стоп. О, көршісіз ғой. Көршісіз ба? Көршілердің биін көрек, давайте. Маэстро музыку. Опа! Аға, давай, 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 давай. Мен саған көрші. О, оп. Ой, стоп. Ағамыздың төменгі жағы қатты қимылдайды екен. Масқара. Сұрау, қандай кино? Шурик. Ой, Шурик па мынау? Шурик емес. Жоқ, Шурик емес. Кетіңіз. Операция И дейді. Тағы тауып көріңіз. Кім? Так. Қандай кино? Что-то көршілер таппады. Стоп, музыка стоп. Қандай кино? О, аға, құда келіңіз. Маэстро музыку. Опа! Құдаға шапалақ. О! Түк шірген. Ой. Стоп. Аға, қандай кино? Шадаспасам Берегейс автомобиль болу керек. Ой, бұл. Дұрыс па? Берегейс автомобиль ме? Жоқ. Аға, бұлай айтыңызшы. Джентльмен удачи деңізші. Джентльмен удачи. Дұрыс! Шапалақ қошемет. Құданыңкі всегда дұрыс. Аға, мінеке сізге подарок. О, құдалар ғой енді. Келесі кино. О, аға, келіңіз. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас. Жүрегімнің есігін. Жаңа негіз көрген шығарсыз, құдалар да билеп шығып жатыр, қыздар да бәрі билеп шығып жатыр. Сондықтан егер досы осы тойды көтермегенде кім көтереді аға? Билеңіз. Маэстро музыку.
О! Ей, я! Так, шіркін. О, стоп. О, аға біртүрлі билейді екенсіз. Қандай кино? Чорик деген жоқ қой. Мә, нақсы вообще басқа жақта жүр ғой. Шуригінес. Шуригінес. Ну, погоди. Ну погоди дейді, дұрыс. Мінеке аға, рахмет. Ой, Шурик деген қалай кетті, нақсын билеп ап. Келесі кино. О, аға, келіңіз. Мәссаған. Күндіз түні тынбай дала кезген шапқылап құмар едім өзіңе бала кезден ақ бұлақ әңгіме бөліп маңайда уасып тасып жатасың. Ой, Титаникте ойнаған актерге құсайды. Әйелі құсай ма екен? Әйеліңіз құсай ма? Құсайды деп қояды. Молодцы аға. Мінеке сізге осындай шапалақ қошеметтеріңіз аямаңыздар. Келесі кино. Енді жоғар жақта апаларымыздан да сұрайын. Өйткені бұл кісілер ренжіп қалуы мүмкін. Давайте. Мынау қандай кино? Ана, сіз емес, ана кісі күшті, осы кісі күшті. Давайте, битіп биле дегенді қойшы, битіп, қайтып билеу керек екенін көрсетеді бұл. Дайындалып тұра бер, битіп биле деген ән қояды саған. Давай! Медеттің досы. Бит биле. Шапалақ қайда, қошемет қайда. Давай! Бит биле. Стоп. Ой, брат, үйленгенсің ба? Жоқ. Үйленбегенсің ба? Бәсе көрініп тұр. Настроение ұрып тұр кәдімгідей күшті болып шығып жатыр. Қандай кино? Бригада. Медеттің достары тапты. Сондықтан брат саған бір емес, 2 сыйлық бергенге отыр. Ең көңілді отқан сенсің ғой. Рахмет. Осы келесі ай сен үйлен, сен тойыңа барайық. Әмин дейді. Шапалақ қошемет. Рахмет. Не, әмин деп жүре бермей, қыздарға не қылсаш кішкене? Келесі кино. Мынау қандай кино? Стоп! Аға, келіңіз. Билемей қойын, сіздің қалай билейтіңізді білеміз. Стоп, бұл кісі билетпей қой. Ұятсыз билейді бұл кісі. Қандай кино? Никулин Анна Серовна. Анам Серовна, тари-ру-ру-ру, тири-ру-ру. Ай, билейді. Уже билейін деп тұр ғой мына кісі. Жоқ, онда кино жоқ қой. Бриллиант рука. Ағана әйеліңізге. Кино бітті ма? Кино бітті аға, сізбен бітірдік, короче. Рахмет. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, мен қазір ортаға аға жеңгелері, апа жезделерін шақырайын деп отырмын. Ғарифолла Ақбөпе, Мәдинет Ақпантик, Жамбыл Сабина Жанар дейді. Сабит Жанар дейді. Және де Әдиет, және де Айгүл, Әділет Нұрасыл дейді. Және де апа жездесі Жанат, Жанар, Қайырбек Толқын, Ақбала Асқат Анаргүл дейді. Және де Нұржан Әсемгүл атты қонақтарым шақырамыз. Келіңіздер, апа жезделері мен аға жеңгелері. Биле! Қайда? Биле! Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас. Сағынып қалсын дейсің бе, зарығып қалсын дейсің бе, қамығып қалсын дейсің бе. Тойда адам қалды ма өзі? Бәрі тосқа шығып кетті. Қош келдіңіздер, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бүгін енді бұл тойда қызмет етіп жүргендердің кругы ғой, сіздер анаған жауап бересіздер, наған жауап бересіздер. Мен Нұржан ағам барлық шоу программаға жауап беріп жүр осы жерде. Тып-тыныш отыр. Сондықтан енді кімнен бастаймыз тілекті? Бәріміз сөйлеу міндетті емес, бұл өзіміздің тойымыз. Сондықтан тек қана ойнап күлейік, ағамыз бастаңыз, 3-4 адам сөйлейік, қалғанымыз билейік.
Ал енді құрметті тойшы қауым, бәріңізге қош келіпсіздер. Енді құрметті Гүлзада Леғапа, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Келіп атқан құдалар құтты қадамдарыңыз болсын. 1000 жылдық құда болайық. Кешеден бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, енді бәрі де қабыл болсын деймін енді. Біздерде осы Оралдан келіп атқан тағы да құдаларымыз бар, Ақтөбеден келіп атқан, Алматыдан келіп атқан құдағайларымыз бар. Жалпы құрметтің құрдастары бар, Орал қаласына келіп атқан ағайын тума. Бәріңізге уақыттарыңыз болып келіп атқаныңызға көп рахмет айтамыз. Ал енді бүгін Медет, Надежда бүгін қорғауылы отырған шаңырақтардың басағасы берік болсын. Терезесі тең үлкен бақыт семья болыңыздар. Ата-аналарыңызды сыйлап, 2 жаққа бірдей болыңыздар деймін енді. Қош келіп атса бәріңізді, жалғастырады. Құрметті қалайық, тойшы қауым, қош келіп атсыздар. Бүгін біздің отбасыда үлкен қуаныш, үлкен той. Медет жанымыз үйленіп, семья құрып жатыр. Бәріңізді қош келіп атсыздар, тамақтан алып отырыңыздар. Келген құдаларға қадамдарыңыздың гүлі бітсін дейміз. Кешеден бері айтылып жатқан тілектерге қосыламыз. Ұзағынан болсын, 1000 жылдық болсын құдалығымыз. Бұрыннан танимыз, бірақ енді жалғасып жатыр, тату болып жатырмыз, туыс болып жатырмыз енді де. Бәрі де ұзағынан болсын дейміз. Баршаңызға да көп рахмет, осылай уақыттарыңызды бөліп, мына індетке қарамай, алыстыққа қарамай, алыстан келіп жатқан мына құдаларымыз бар. Сақидаллахуда неғұтлы жезде бар. Марпуға апам бар. Аққан жапайым Боғатаққа бар. Бұна алыстан келген құдалар, Ақтөбеден келген, Алматыдан келген. Баршаңызды қош келіп жатсыздар. Мына Медеттің құрдастары бар, құрметтің құрдастары. Тойды көтеріп, қошебаттарыңызға көп рахмет сіздерге де. Әрдайым той болсын осылай. Мына кімдерге құдаша қыздар бар, Гүлфайрус, Гүлмері, бәріңізде ал. Қош келіп жатсыздар. Сол той ұзағынан болсын. Медет қондырған құсыңды аялап ұста. Надежда екеуің үлгілі, өнегелі семья болыңдар. 2 жаққа да сыйлы болыңдар. Біз мақтанып жүрейік сіздермен. Бақытты болыңдар. Прям бәріңіз бір ауыздан қосылып тұрсыздар ма? Қайдан келдіңіздер? Қазақстанда тұрасыздар ма? Оралдың кісілер осындай ма? Түк, шіркін, не деген ғой? Нұреке, сіз бір ауыз десеңші? Үлкендер қосылып тұрғаннан кейін күйеу бала вообще қосылады ғой бұл кісі. Сондықтан енді күйеу бала қинамай қойық, енді Нұрекең тақпақ айтады екен. Келіңіз апай. Сіздің тақпағыңыз болмаса болмайды. Қонақтар қош келдіңіздер. Артық көп сөйлемейін. Құдалық 1000 жылдық болсын. Енді 2 жасқа бір кішкене ғана өлеңім бар. Жалғыз аққу өзі өмір сүрмейді. Жан жарынсыз күлуді де білмейді. Жан дегер сүйіктісі болмаса, айдын көлде жүзгісі де келмейді. Бірге айтады махаббаттың әнжірін, таласпай-ақ бөлсейік таң нұрын. Медет, Надежда, мен тілеймін сендерге, сол аяулы аққу құстың тағдырын. Оралдан кеп тұрып, қалай тақпаймыз бұл кісіге? Бұл кісі Астананікі ма? Оралдан келген сіз ба? Сіздерге де бір-бір олама тағып жіберейін ба? Тақпақ болса айтыңыздар, тағып жіберейік. Рахмет. Енді үлкендер жағы енді Нұржан ағамыздан күй сұрап жатыр екен. Сондықтан қазір енді пока что енді суретке түсіп алайық, одан кейін бір уақыттар болса күйді тарта жатар деп ойлаймын. Сондықтан Нұржан ағамыз қашпайды. Ал өзіміз болып бір жиналып, вау деп бір суретке түсіп алайық, Ал келіңіздер. Фотографтар, жақсылап түсіріңіздер мына кісілер. 2 жастың тойына арнайы дайындалған тәтті тағам тортты орта қалдырамыз. Шапалақ қошеметтеріңіз аямаңыздар. Рахмет. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, баршаларыңыз бір сәтке назарларыңыз аударсаңыздар,
бұл тойға мені шақырған осы әулетке күйеу бала болатын Нұржан деген ағамыз шақырған мені. Ол кісі мен жақсы танимын, жалпы бүкіл Қазақстан жақсы білет. Енді Медет Нұржан ағамыздың балдызы ғой, дұрыс па? Сондықтан осы торттың үстінде мен де өзімнің сыйлығымды 2 жасқа сыйлағым келіп отыр, тойшыл қауым. Сондықтан қазір енді той көп емес, бірақ Медет, мен де өзімнің атынан сыйлық алып келдім сендерге. Азда болса көпте көріңдер, Тамаданың атынан деп, менің атынан бақытты болыңдар деп, сендерге ақшалай 40 000 теңге сыйлығым бар. Қалай, жақсы ма? Жаңа антрактте 1-2 кісі болды сұраған. Ай, Тамадан 40 000 теңге қайда деп. Сосын айттым, беремін дедім. Мәке, бақытты болыңыздар, баянды ғұмыр кешіңіздер. Сіздердің махаббаттарыңыз осы торт сияқты тәтті болсыншы дегім келеді. Мінеке, тортты кесеміз ба? Давайте кесейік, сөйтейік та, бір-біріміздің аузымызға салып тұрып суретке түсіп алайық. Арналар тәттәдің есімнен кетпейді. Bir жүрек шартары Медеттің достары қайда екен, айқайлайды. Мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымың шаштарың, қиылған қастарың. Бота көзің мөлдіреп, ет жүрегің елжіреп, қарасаң аппағым, айтылар тәттәнім. Ашықтық ғаламат білденген баралап. Рахмет. Бір кусогын сасақ жетеді. Одан кейін енді даяр жігіттер болса алып кетсеңіздер болады. Қазір тұра тұрыңыздар. Біз енді 2 мамамыз шақырайықшы. Мама келіңіздер. Бұл 2 кісі класстастар. Мама келіңіз. Екінші мамасын шақырайық. Келе қойыңыз ортаға. Қазір бір-біріміздің мамамызға тәтті торттан ауыз тигізейік. Одан кейін өзіміз ауыз тиетін боламыз. Сосын дастархан басына отырмай, сіздермен бір махаббат вальсін көретін боламыз, е? Ал, келіңіздер ортаға. Кімнен бастаймыз? Надежда, енеңе берген кезде майлы жерінен бер, чтоб ертең сөйлемейтіндей қып. Жақсылап тұрып. Түк шіркен. Медет енесіне беріп атыр. Осылай тәтті тағам жеп, торт жеп, немере шөберенің қолынан бал жалап жүре беріңіздер дегіміз келеді. Бақытты болыңыздар. Бүгін енді күшті болып тұрсыздар. Дәл солай жүре беріңіздер, қол ұстасып. Рахмет, дастархан басына шақырамын сіздерді. Ал, енді Медет пен Надежда бір-біріне жақсылап тұрып ауыз тигізетін болады. Қараймыз. Өзі неше түрлі видеолар көріп жүрік қой. Соны көрейік. Үлкен қып салып жүрші, Медет не істейді екен? Only you can make all this world seem right. Only you Болды ма? can Рахмет. the dark Медет, торт тәтті ме екен? Тәтті. Торт тәтті болады ғой негізінде. Біз енді қазір бұл тортты кімге береміз білесіздер ма? Дружок пен дружкаға береміз. Сіздердің жолдарыңызды берсін деп, осыдан дәмауыз тиіңіздер. Келесі ай сіздердің тойларыңыз болсын. Дружок, жақын отырсаш? Қасына, жақында бол. Содан кейін қазір мен ән айтам, вальске алып шықсаң болады. Дайынсың ғой? Рахмет. Енді біз 2 жастың махаббат вальсін көретін боламыз. Сондықтан, Мәке, ортаға келіңіздер, сіздермен вальс билейік. Маэстро, музыку. Аяулым сен мөлдіреген таң бер
тұтқысы сенбедің. Алдамашы жанған сезімді бұлай сен, таңдамашы өзге құшақты олай сен. Оны сүйсең көрінбес менің бейнем жүрегіңнен, кете барамын мәңгі бақытты тілеумен. Жаның мұңды өзге бақтан оралды, қадірімді енді ғана ұғалды. Өкпелеме өзгеге құшақ жайалды, енді тым кеш керек емес аяулы. Алдамашы жанған сезімді бұлай сен, таңдамашы өзге құшақты олай сен. Оны сүйсең көрінбес менің бейнем жүрегіңнен, кете барамын мәңгі бақытты тілеумен. Алдамашы жанған сезімді бұлай сен, таңдамашы өзге құшақты олай сен. Оны сүйсең көрінбес менің бейнем жүрегіңнен, кете барам мәңгі бақытты тілеумен. Алдамашы жанған сезімді бұлай сен, таңдамашы өзге құшақты олай сен. Оны сүйсең көрінбес менің бейнем жүрегіңнен, кете барам мәңгі бақытты тілеумен. Бақытты болыңыздар. Медеттің достарға айқайлайтын «Уа!» деп шыңғыратын. Рахмет.